тендермен танысамыз. Госзакуп порталына тіркелгеннен кейін бізде жеке кабинет болады. Осы жеке кабинеттің ішінде мына рабочий кабинет деген. Мұнда біз үнемі осы төртеумен жұмыс істейміз. Поиск объявления, договор, поиск по актам және мои заявки. Осы төртеумен жиі жұмыс істейміз. Қалғандарына біз осы төртеумен жұмыс істейміз. Қалғандары қажет емес. Келесі мына личные данные деген жерде тіркелген кездегі сіздің мәліметтеріңіз жазылған. Профиль участника, бұл жерде лицевой счет, яғни бұл электронный кошелегіңіз. Регистрационный данные дәл солай, алдын тіркелген данныйларыңыз, контактныйларыңызды, банк счеттарыңыз, сотрудник, осының бәрі тіркелген кездегі толтырылатын бөлімдер. Внешние ссылки деген жерде, бұл жерде сыртқы сайттарға сілтемелер, электронный счет фактура, электронный сот кабинетіне, судебный кабинетке ссылка, және дәл сол сияқты басқаларына да осы жерде ссылкалар. Келесі избранныйда бізде сақталған, өзіміздің сақтап қойған объявленияларымыз, яғни тендерлеріміз. Енді келесі мынау рабочий кабинет, поиск объявлений общийді басатын болса, бізде осындай бет ашылады. Бұл бетте бізде мына жерде наименование объявления, яғни бұл жерге сіздер қандай тауарға қатысасыздар, я болмаса қандай қызметке қатысасыздар, соны толтырсаңыздар болады. Мысалға, канцелярский товары деп жазсаңыз болады, я болмаса строительный товары, нақты бір сөз жазсаңыз, сол тендерлер сізде шығатын болады. Мұнда организатор деген жерде, егер сіздер белгілі бір организацияның тендерлеріне қатысатын болсаңыз, сол организацияның бейінін мына жерге толтырасыздар. Номер объявления деген бұл тендердің номері. Мына жерде жазылып тұрғандай, мына тендердің номері. Мына финансовый год біз қарастырмаймыз, себебі бұл финансовый год бізде автоматически 2022 болса 22, 23 болса 23 болып өзі шығады. Так, статус және способ закупки деген екеуі бірге толтырылады. Бұл мына мысалға закупки. Способ закупки дегенде запрос ценовых предложений деген бар. Және открытый конкурс, аукцион бар. Осының үшеуінің айырмашылығы бір-бірінен. Запрос ценовых предложенияда сіздер тендер біткеннен кейін кім төмен баға берді, сол ұтады. Екінші открытый конкурс. Бұл бірнеше этаптан тұрады. Бірінші сіздер қатысасыздар, документ ілесіздер, және екінші этапында оны заказчик қарастырады. Егер дұрыс емес болса, толықтыруға рұқсат беріп, уақыт береді. Және үшіншісінде кім төмен баға алды, өткендерден. Соған келісімшарт келеді открытый конкурста. Аукционда конкурс сияқты, бірақ бұл жерде соңында тендерге қатысушылар бағаны тікелей эфирде түсіріп отырады. Признак закупки. Бұл жерде егер среди организаций инвалидов дейді. Егер инвалидтер обществосына берілген тендерлер болса, сол тендерлерге қатысатын болсаңыздар, осыны таңдап іздесеңіздер болады. Бұл жерде түсінікті деп ойлаймын. Место поставки. Бұл жерде белгілі бір облысты, я болмаса қаланы жазсаңыздар, сол регионның ғана тендерлер шығады. Предмет закупкаға товар қатысаңыздар, товар, услуга қатысаңыздар, услуга, работа қатысаңыздар, работаны таңдайсыздар. Егер кез келгеніне қатысатын болсаңыздар, ешқайсысын таңдамай қоясыздар. Бұл мына рабочий кабинеттің поиск объявлений общий деген. Келесі бізде мына договор. Договордың ішінде мои договорға кіретін болсаңыздар, сіздермен заказчиктің арасындағы келісім шарттар болады осы жерде. Келесі мои заявки. Мои заявкидің ішінде сіздерде қандай тендерлерге қатыстыңыздар, және қайсы бітті, қайсы әлі біткен жоқ, сол жөніндегі мәліметтер осы мои заявкидің ішінде болады. Енді бұл жерде тендерге қатысу үшін бізде тарифный план болу керек, міндетті түрде. Мына жерде тариф активен болып тұр бізде. Сіздерде де тариф басында бұл қызыл болып тұрады, активен болмайды.
тарифтердің бірнеше түрі бар. Бұл бір МРП. Бір МРП бұл 1 миллионға дейінгі тендерлер. Яғни, мысалы, ручка беріп жатса, 1 миллион 200 мың деп тұрса, онда оған қатыса алмайсыздар. Егер ол тендер 1 миллионға дейінгі болса, қатыса аласыздар. Әр лот 1 миллионға дейін болу керек. Суммарно 1 миллионнан аспау керек бір тендеріңіз. Мысалға, бір тендер беріп жатыр, бүгін 1 миллионға. Ертең қатыссаңыз, 1 миллионға тағы беріп жатыр. Әрқайсына қатыса бересіздер. Бір объявление 1 миллионнан аспау керек. Егер мысалға сіздер 1 миллионнан жоғарғы тендерлерге қатысатын болсаңыздар, мына 10 МРП 30.630 теңге төлейсіздер. Яғни бұл 30 мың теңге жылдың аяғына дейін, 31 декабрьге дейін. Егер мысалға сентябрьда төлейтін болсаңыздар, онда сентябрьдан октябрь, ноябрь, декабрьдің 31-іне дейін жарайды. 2023 жылы келесі жылға жаңадан тарифтерге қосыласыздар. Яғни бұл МРП көтерілген сайын бұның да бағасы көтеріліп отырады. Енді бір тендерді іздеп, сол тендерді зерттеп көрейік. Мына поиск объявления общий разделына өтетін болсақ, бір аптаның ішінде 500 мың тендер беріледі. Осы біреусін ашатын болсақ, мысалға мына бумага общественно дегенде. Осы жерде номер объявления мына жерде жазылып тұрады. Бумага аты жөні және статусы жазылып тұрады, және қай күнде бітеді. Бұл жерде мысалға мына общественностьда бұл мекеменің аты жөні, қай жерде орналасқан, лотыға өтетін болсаңыздар, қандай тауар беріп жатыр, саны және бағасы жазылады. Документацияға өтетін болсаңыздар, мына жерде документациядан техникалық характеристикасын оқып таныссаңыздар болады. Егер мына тендер біткен кезде мына протоколға кіріп, протокол итогымен танысып, кім қаншадан ұтқанын көрсеңіздер болады осы тендерді. Қазіргі уақытта бұл тендерге ешқандай адам қатысып отқан жоқ, 6 күн. Егер мына жерде 1-2 деген сан шықса, соған байланысты адамдар қатысып отқаны көрініп тұрады. Мысалға, осы тендерге қатысу үшін сіздерде қанша расход кетеді? Ең алдымен сіздер жаңадан бастап жатқаннан кейін, егер 1 миллионға дейінгі тендерлерге қатысатын тарифті қосатын болсаңыздар, сіздерде сонда 3063 теңге плюс қосымша осы тендерге кететін 1% ұсталып қалады. 125-нің 1% 1250 теңге. Осы тендерге қатысу үшін сіздерге бірінші тарифный план 3063 теңге және 1% 1250 теңге. Бұл 1% міндетті түрде қайтадан электронды кошелегіңізге